Ассалаумағалейкум. Менің каналыма жазылып кетіңіздер. Қоңыраушаны басып, жақындарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Бақара сүресі 6 және 16 аяттар. Ал күпірлікте қасарысқандары болса, әлбетте, сен оларға күндіз түні ескертудесің. Алайда оларға ескерттің не, ескертпедің не, бәрі бір. Олар иман келтірмейді. Алла олардың жүрегін мөрлеп тастаған, құлақтарында, ал көздерінде перде бар, және оларға о дүниеде де бітпейтін зор азап бар. Адамдар арасында жүрекпен сенбесе де, құр тілімен біз Аллаға және ақырет күніне иман келтірдік дейтіндер бар. Бірақ олар шынайы мүмін емес. Олар өздерінше Алланы және иман келтіргендерді алдағысы келеді. Бірақ түбінде өз-өздерін ғана алдайды. Һәм соның парқына да бармайды. Жүректерінде олардың түбіне жетпей қоймайтын рухани дерт бар. Алла олардың дерттеріне дерт қосуда. Үнемі өтірік айтатындықтан оларға жан төзгісіз азап бар. Әрі оларға жер бетінде немесе бұл елде бөлік шығарып, бұзақылық жасап, елдің шырқын бұзбаңдар делінген сайын, олар біз бар болғаны қоғамды, елді түзетіп, жөнге келтірушіміз дейді. Біліп қойыңдар, анығында нағыз бүлікшілдер жер жаһанды лаңдап жүрген бұзғыншылар, солардың өзі, бірақ өздері соны сезбейді. Сондай-ақ оларға жан дүниесімен иман келтірген мына ел сияқты, сендер де иман келтіріңдер делінсе, иман келтірген кедей-кепшіктерді қор, өздерін зор көріп, сонда мына ақымақтар иман келтіргендей, иман келтіреміз бе дейді. Біліп қойыңдар, әсілінде олардың өздері нағыз ақымақтар, бірақ өздері соны білмейді. Өйткені олар ақиқат пен жалғанның, иман мен күпірліктің, ілім мен қараңғылықтың ара жігін ажырата алмайтын көкірегі соқыр надандар. Олар иман келтіргендермен жолықса, көз бояушылық жасап, біз де иман келтірдік дейді. Алайда шайтандарымен, көпірліктегі көсемдерімен оңаша қалғанда, әсілі біз сендермен біргеміз. Біз бар болғаны иман келтіргенсіп, оларды мазақ етіп жүрміз дейді. Алла тағала оларды бірден жазаламай, азғындаған үстіне азғындап, мәңгіріп жүре беруіне мұрсат беріп, өздерін тәлкек етуде. Міне солар тура жолды таңдаудың орнына адасушылықты сатып алғандар. Бұл саудадан олар титтей де пайда көрмеді. Өйткені олар әу бастан табысты жолды таңдамаған еді.